Сәлем достар, бүгін сіздермен неміс тағамы штрудель тағамын әзірлейтін боламыз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ет, пияз және сәбіз бен сарымсақ. Сарымсақты өз қалауларыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Етімді мен алдын ала турап алдым. Бірінші пиязымызды ұсақтап, төрт-бұрыштап турап, одан соң сәбізімізді турап, қазанымызға салатын боламыз. Майымыз қызды, енді жайлап етімізді салып, жайлап қуырып ала береміз. Етімізді осылай қызартып пісіріп аламыз да, пиязымызды жайлап салып, үстіне сәбізімізді салып және сарымсағымызды салып, үстіне томат пастасын қосып, тұз салып, осылай барлығын жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз әдемі болып қуырылды. Үстіне жайлап кішкене мөлшерде ғана су құйып, етімізді қайнататын боламыз. Ал енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызға бір жұмыртқа, көз мөлшерімен тұз және жылы су құямыз. Қамырымызға бәрін қосып алып, қамырымызды жайлап илейтін боламыз. Илеп болғаннан кейін целлофанға салып, бетін жауып көп қоямыз. Осылай қайнап тұрған етіміздің үстіне картошкамызды салып, жайлап пісіріп ала береміз. Ал енді қамырымызды дайын болып қапты. Осылай қамырымызды тез жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқағып жайып шықтық, енді үстіне май жағатын боламыз. Майымызды жағып шықтық, енді ішіне мен өзім укроп қосамын. Негізінде өз қалауларыңызбен түрлі қоспаларды қоссаңыздар болады. Осылай қайнап тұрған тамағымыздың үстіне осылай қамырымызды әдемілеп салып шығатын боламыз. Міне тағамымыз дайын болды. Мен бетіне осылай әдемі болып тұру үшін укроптарды қостым. Осылай өте оңай жасалынатын тағамдарыңызды отбасыларыңызға әзірлесеңіздер де болады. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!